Сиқтар ауылы. Бұл оқиға түпкірдегі ауылға іс сапармен барған адам туралы. Мен қайдамын? Бұл қандай жер? Ол ауруханада есін жинап, қалай осында келгенін түсінбеді. Палатада онымен бірге тағы 3 науқас жатты. Бірақ олар жақындамай, бір-бірімен сыбырласып, қашықта тұрды. Кешіріңдер, деп сұрақ қояйын десе, науқастар оны көрмеген сияқты болып тұрды. Мейірімді емес екен. Палатаға дәрігер кірді. Жылдың осы мезгілінде тауларда кім жүреді? Деп сұрақ қойды. Маған не болды? Сүрініп құладыңыз. Жартастың етегінде ес-түссіз жаттыңыз. Бұл уақытта жаңбыр көп болады. Сондықтан сырғанап құлау өте оңай. Сіздің жолыңыз болды. Ауыр жарақат алмадыңыз. Тек аяғыңыз сынған. Өтіп бара жатқан ауылдың тұрғыны сізді байқап, осында келді. Біз сіздің денсаулығыңызды бүгін байқаймыз. Егер бәрі жақсы болса, ерте шығарамыз. Түсінікті, деді адам. Бірақ үндемей, тік қарап тұрған 3 науқасты көріп қорқып кетті. Біраз уақытпен балдақпен жүресіз. Бүгін демалуға тырысыңыз. Жақсы, рахмет, деп адам жауап берді. 3 науқас бұрынғыдай сыбырласып тұра берді. Адам түнде ұйықтай алмады. Сынған аяғы қақсап маза бермеді. Оның үстіне қасында жатқан 3 науқас түні бойы сыбырласып шықты. Олардың күндіз қараған түрлері есіне түсіп, қорқып кетті. Оның кетуіне жол бермейміз. Оның кетуіне жол бермейміз, деп бір кезде 3-еуі де адамның төсегінің басына тұрды. Олар осы сөзді қайта айта берді. Шымылдықтың артында тұрған фигураларды көріп, адам шошып кетті. Ертесіне кешке оны ауруханадан шығарды. Қандай нашар адамдар, деп ойлап, адам ауруханадан шықты. Бір кезде ол аурухананың төбесінде сол 3 адамды байқады. Олар қолдарын жоғарыдан төменге қарай сілкіп тұрды. Банзай белгісін беріп, сәттілік тілеп жатыр маған, деп ойлады адам. Жақсы адамдар екен, бірақ ұялшақ, деп ойлап таксиге отырды. Сізді бүгін ауруханадан шығарды ма? Деп сұрады таксист. Иә, бүгін. Менімен бірге жатқан науқастар маған банзай деп айқайлады. Бірақ олар қолдарын үстінен астына сілтеді. Түсініксіз болды, деп қуанып жауап берді. Кенеттен таксист бүйір айнадан қолдарымен бұлғап жатқан науқастарды көрді. Олар банзай емес, занбай деп жатыр. Сізге өлім тілеп тұр. Тез машинаны тоқтатып, шығыңыз. Сіз бұл ауылдан тірі кете алмайсыз, деп айқай салды. Сол сәтте жүк көлігі оларды үлкен жылдамдықпен қағып кетті.